Ассалаумағалейкум. Бүгін 13 мамыр 2026 жыл Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Бауыржан Жүсіпов. Біз іс-сапармен Тараз қаласына келген болатынбыз. Өзіңізді таныстырып, және не айтарым бар дедіңіз ба? Соларды айтып жеңіз. Өзіміз сапарым айтып жеңіз. Айтып тастап отыр. Есімім Досмахамбетұлы Амантай болады. Осы жол қауіпсіздігі жайлы мәселе көтерейін деп отырмын. Өзім автомектептің ардагері боламын. 40 жыл осында автомектепте жұмыс істеп, қазір зейнеткермін. Соңғы кезде осы жол қауіпсіздігі туралы көп әңгіме шығып жатыр. Енді оны бұл күрделі де өте ауқымды мәселе, тревожный мәселе болады, қауіпті мәселе десе де болады. Қазір бұл мәселе жол қауіпсіздігі емес, ұлттық қауіпсіздікке айналып бара жатқанын көріп отырмыз. Себебі жаңағы ішкі істер министрінің мәліметі бойынша да Құдайдың құтты күні 8-ден 10 адамға дейін жол үстінде қайтыс болып жатыр. Бір апта, 2 аптадан кейін больницада қайтыс болған санамағанда, тек жол үстінде жылына 3000 адам қайтыс болып жатыр бейбітшілік кезде. Бұл қайтыс болып жатқандардың 95% жас өспірімдер. Әлі біздің экономикамызға үлес қосатын, демографиямызға үлес қосатын жас азаматтар. Содан осының бәрін көре отырып, біле отырып, біздің үкіметтен ешқандай шара қолданып жатқанын көріп отырған жоқпыз. Тек ғана штраф дейді, болды. Айтамыз бар ма? Енді бұл жерде жол қауіпсіздігінде 3 мәселе болады. 3 критерийден келіп отыр. Бірінші сол жол сапасы, сын көтермейді. Және де біздің екінші мәселе ол біздің көліктердің техникалық сапасы сын көтермейді. Ол дегеніміз жаңағы 20-30 жыл болған еліміздегі барлық көліктердің санына шаққанда 60% сол әлі 20-30 жыл болған қолданып келе жатқан көліктер. Үшіншісі әрине жүргізушілердің жүргізушілердің кінәсі болып саналады. Ол жаңағы жүргізуші куәлігін алып, автомектептерде білім сапасы төмендігінде мойындау керек. Осы 3 критерийден шығып отырған осы жол мәселесі. Бірінші енді мынау айтсашы. Мынау жолды мәселесін айтсақ, бізде енді мынау батыс Европа, батыс Қытай деген дәліздің өзінде, одан кейін мынау автомагистраль деген жасыл жол белгісі бар. Мынау Астана Павлодар, Астана Қара Теміртау дегендей, Боровой дегендей үлкен магистральды жолдар ашылып жатыр. Дұрыс. Бірақ сол жолдың өзінде де іс жерде жаңағы антибликовый дейді. Мынау 2 жолдың ортасын бөлетін металлический конструкцияда пластиковый нелер болу керек. Мынау жарықтан кешке қарай белгі болу керек, осветление жасамау керек. Солар жоқ. Неге екені белгісіз. Мен мысалы мына Қытайда 700 км жол жүрдім. Жолдың бәрінде сондай белгі қойылған. Бір-бірін көзін шалғыстырмай жүре беруге болады. Бізде проект бойынша бәрі бар, іс жүзінде ештеме жоқ. Енді мына сол дәліздің өзі кезінде 4 жолақ бір направление, 4 жолақ кейінгі направление болатын. 2 жаққа 4-4-тен. Фактически 2 жолақ болып шықты. Ол да Алматыдан Қызылордаға дейін. Ары қарай бұл международный трасса. Анау Ресейдің шекарасына дейін сол баяғы жол
бір жолақ ары, бір жолақ бері, ортасында жаңағы металлист конструкция мынау жоқ. Бұл да бір жол апатына келетін нәрсе. Екінші жаңағы енді көлік мәселесіне келсе, енді көліктің сапасын көтермейді. Енді орысша айтқанда мынандай не бар? Последствия после аварии деген бар, после ДТП. Мысалы, жаңа машинада, жаңа машина мен ескі машина бірдей соғысса, жаңа машинадағы адам аман қалады, ал ескі машинадағы адам мерт болады. Неге десеңіз, ескі машиналарда жаңағыдай подушка безопасностьтары жоқ. Болса бір-екеу ғана. А жаңа машинада оннан асып кетеді. Адамды аман алып қалады. Ол бір. Екіншіден, экологияға да үлкен несі бар. Экологияда келтіретін зиянды осы ескі машиналар мен ауыл шаруашылығының тракторлары заводтардан да көп әсер беретін, ол ресми мәлімделген нәрсе. Мысалы, ковид кезінде заводтар істеп тұрды, бірақ автотранспорт шектелді. Соның өзінде ауа райы қалай тазаланып кетті. Телевизиядан көрсетіп, Алматының шың бұлағы Көктөбесі көрініп, Көктөбеден Алматы қандай жарқырап көрінгенін журналистер де, телевизордан да көрсетіп айтылып жатты. Бұл осы автомобиль транспорттың жаңағы зиян нәрсені шығаратыны белгілі болып отыр. Бұған да осы машинаның ескі болғаны әсер етеді. Сол үшін біздің Қазақстанның автопаркын жаңалатудың бір орысша комплексный бір программа, жүйе дайындау керек шығар деймін. Ал енді мынау жүргізушілерге келетін болсақ, қазіргі шулап жатқан барлығы автомектептерді мынау құзырлы орган, ішкі істер министрлігі болсын, біздің үкіметіміз, мынау депутат, мәжіліс депутат, сенаттардың барлығы осы жолда болып жатқан жол апатына осы автомектептерді кінәлап жатыр. Автомектеп жақсы дайындамайды, сапасыз дайындайды, соның кесірінен авариялар көбейіп кетті деп айтып жатыр. Мен оған мүлдем келіспеймін. Себебі автомектеп ол жай мектеп қана. Жүргізуші деген мамандық өте күрделі, өте қауіпті мамандық болып есептеледі дүние жүзінде. Сол үшін дүние жүзінде біздің елде де былай айтқанда екі двойной контроль дейді. Автомектептер оқыған қағазы көлік айдауға рұқсат бермейді. Ал басқа мамандықтар дипломын алсын, сертификатын алсын, жұмыс істей береді. Ал жүргізуші болса, құзырлы органда барып, емтихан тапсырып, содан кейін ғана жақсы тапсырып шыққан соң ғана жол куәлігін алады. Екіншіден, осы жолда апат болып жатқандардың қолдарында, барлығының қолда жаңағы жүргізуші куәлігі бар. Ал жүргізуші куәлігі болса, оны үкімет берді, құзырлы мекеме берді, автомектеп берген жоқ. Ал автомектептен нашар оқыса, ол қалай жаңағы жүргізуші куәлігін алған деген сұрақ туады. Бірақ бұл сұрақтан барлығы қашып, тек автомектептерді кінәлап жатыр. Сол үшін жүргізуші куәлігін беретін жер, емтихан қабылдайтын құзырлы мекемеге түбегейлі тексеріс керек. Түбегейлі былай айтқанда жемқорлықтың барлығы сол жақта болып жатыр. Енді жаңа айтып кеттім ғой, автомектептер тек оқытады деп. Сол үшін егер автомектеп жаман оқытса, нашар оқытса, ол оқушы емтихан тапсырамай тағы келіп қайталап оқытын еді. Сөйтіп ақыр тапсырып кетер еді. Егер жаңағы емтихан қабылдап, жаңа жүргізуші куәлігін беріп жатқан құзырлы мекеме жаңағыдай қатал болса, онда жаңағы оқушыларға да жауапкершілігі артатын еді. Және де автомектептерінде жауапкершілігі артар еді. Ал қазір болса, ешқандай жауапкершілікті
құзырлы мекеме алып отырған жоқ. Оқуды бітірсін, бітірмесін, оңды солды беріп жатқан жол куәлігі. Енді бұл жерде тағы бір мәселені айтайтын дегеніміз, осы 2016-тан бастап 8,5 жыл автомектептерді жауып тастады біздің өкімет. Қанша мың адам жұмыссыз қалды десе болады. Енді самоподготовка дейді, өз-өзін дайындап, 100 мыңдаған адам осы 8,5 жылдың ішінде, мыңдаған емес, 100 мыңдаған адам жол куәлігін алды. Қалай алғаны енді өздеріңіз білесіздер. Соның кесапатын, соның несін қазір біз көріп жатырмыз. Оқымай-ақ куәлігін алып, қазір мына жол апатының көбейіп жатқанда соның салдарынан. Осы өзін-өзі дайындаудың өзін белсенді автомектептердің директоры бір 7-8 адам, оның ішінде өзім де бармын. Мәжіліске 7 рет сол ішкі істер министрлігіне барып, офлайн, онлайн тағысы бар, қатысып осы мәселені көтергенбіз. Бұл шаш тараздың оқуы емес, 5-6 баланың шашын алып қол үйрететін. Бұл тігінші емес, бұл күрделі мамандық деп. Соны ақыр 2,5 жылдың ішінде біраз депутат мәжілістерінде, мәжіліс депутаттары қолға алып, осы өзін-өзі даярлауды алып тастадық. Бірақ дегенмен де осы 1,5 жылдың ішінде енді оқыта бастаған кезде тексеріс барлығы айтып жатқаны автошколалар, мектептер кінәлі дегеннен басқа түк айтып жатқан жоқ. Бұлай айтқанда автомектептер осы Қазақстанда да, бұлай айтқанда бірақ оқу орны осы жүргізушілерді дайындайтын, жолаушыларға жаңағы мәдениетті, жолда жүруін, жол ережесін үйрететін, бірақ жаңағы ағарту орны болып саналады. Осыны біздің ішкі істер министрлігі құзырлы мекеме бола отырып менсінбегені таңғалады. Тағы да айтарым, барлық автомектептер ешқандай өкіметтен ақшалай көмек алып отырған жоқ. Мысалы, фермерлер, мал шаруашылықтары, егін егіп жатқандар жаңағы ауыл шаруашылық министрлігінен субсидия алады, көмек алады, ақшалай. Олар да жекеменшіктер. Жекеменшік балабақша болсын, жекеменшік мектептер оқу ағарту министрлігінен көмек алады. Жеке аптекалар, жеке емханалар жаңағы денсаулық министрлігінен көмек алып отыр. Біз ешкімнен ақша сұрап отырған жоқ. Дегенмен де өкіметтен моральдық көмектің орнына осы автошколаларды жабу деген бір ойға келіп отыр. Осы бір таңғаларлық жағдай болып отыр. Мысалы дейік, осы 1,5 жылда көптеген автомектептер ашылып жатыр. Енді жаңа мәжілісте тағы бір көзқарас болып жатыр. Жаңағы автомектептерді лицензиялау керек деді. Автомектептерге жаңа қатан тексеріс болу керек деді. Кеше бір депутаттар айтып жатыр, егер 2 жылдың ішінде автомектептің бір жүргізуші бір жаңағы жол апатын жасаса, оның сол сабақта, автомектепте сабақта оқыды ма, сол тақырыпты, мысалы қызыл светофордан өтіп кетсе, сол светофорды сол тақырыпта ол сабаққа келді ма, соған дейін тексеру керек деген әңгімелерді айтып жатыр. Құлаққа келмейтін нәрсе. Мысалы, ешқандай оқу орны өздерінің оқу орнын бітіріп кеткен оқушыларға ешқандай жауапкершілік артпайды. Мысалы, дәрігерлердің кінәсінен талай адамдарды өліп жатқанын көріп отырмыз. Көпірлер құлап жатыр, жолдар құлап жатыр, көп қабатты үйлер де құлап жатыр. Оған оқу орны кінәлі емес. Бір мединституты, бір инженерлік мекемелер, оқу мекемесін тексеріп жатқан ешкім жоқ. Соған жауапты орган, соған жауапты инженер, соған жауапты жаңағы доғдыр
жауап береді. Сол сияқты жол апатына да қолында үкімет рұқсат берген куәлігі бар жүргізушінің өзі жауап беру керек. Автомектептің ешқандай жауапкершілігі бұл жерде жоқ. Ең жауапкершілік сол жаңағы куәлік беретін құзырлы мекемеге түгелдей реформа жасау керек. Ашықтық болу керек. Жемқорлық сол жақта. Енді тағы бір айтарым, осы автосон дейміз ғой. Жаңағы емтихан алып жатқан автоматизированный автодром шыққан, бізде Қазақстанда енді былай қарасақ халыққа кері әсерін тигізетін тигізіп жатыр. Неге десеңіздер, осы автоматизированный автодроммен автосондар тек облыс орталықтарында ғана. Шымкентте біреу, Түркістанда біреу, Таразда біреу, Алматыда екеу ғана, қалғандары Талдықорғанда мысалы жоқты мысалы. Көрдіңіз бе? Сонда Талдықорғанның тұрғындары Алматыға келіп тапсыру керек. Алматының өзінде 2,5 миллионнан аса халық бар. Мынау Арал ауданынан, Қазалы ауылынан Қызылордаға келуге мәжбүр. Мынау Шалқар ауданынан, Ырғыз ауданынан Ақтөбеге, Балқаштан Қарағандыға, Жамбыл облысының Мойынқұм, Қордай жерлерінен Таразға келуге мәжбүр. Бұны енді масқара дегеннен басқа не айтамыз? Бұл 21 ғасырда технология дамып жатқан кезде президентіміз де елге жаңа қолайлы жағдай жасау керек деп жатқанда, үкіметіміз осындай елді мәжбүрлеп жатыр. Бұл жаңа қымбатшылық кезде, жол апаты көбейіп жатқан кезде де 200-300 километр ары бері жүрдің өзі де оңай емес. Содан бір барса, не свет болмай қалады, не база істемей қалуы мүмкін, болмаса құлап қалады. Онда тұрған ештеме жоқ. Бірақ кері қайту керек. Сонда жаңағы жастардың ата-аналары өздері айтады, сенің тапсырғаннан бұрын аман келгенін деп жаңағы ойлап отырады. Сол үшін айтады, анау үйде тұрған малды сатта, ақыр сатылып жатыр ғой, барып сатып ал деп өздері айтып жатыр. Бұл деген болып жатқан жағдай. Сол үшін енді мынау өзін-өзі оқытумен, мынау автоматизированный автодромда Ресей мемлекеті, мынау көршіміз Ресей мемлекеті 2012 жылда іске асырды. Бірақ бір жылдан кейін 2013 жылы бас тартты. Жаңағы автомектепте оқыту жаңағы міндеттелді, автоматизированный автодромды жауып тастады. Емтиханның бәрі жол үстінде, аудан орталығында, қалада жол үстінде қабылдайтын болып жатыр. Бұл дүниежүзілік практика. Европада, Германияда болсын, Франция, Италия, Польша, Чехословакия барлық мемлекетте емтиханды жол үстінде қабылдайды. Ол дүниежүзілік практика. Мынау енді автоматизированный автодром деген дүние жүзінде бар болғаны 7-8 мемлекетте ғана бар. Бірақ оның барлығы ол автоматизированный автодромда бірінші этап қана саналады. 5-6 жаттығуды көреді, бірақ оған право берілмейді. Екінші этап жол үстінде қабылдайды экзаменді. Көрдіңіз бе? Бұл нені көрсетеді? Бұл жүргізуші мамандығының күрделілігін, қауіпті екенін көрсетеді. Сөйтіп жол үстінде тапсырғаннан кейін ғана жаңа жүргізуші куәлігін береді. Ал бізде қалай істеді? Мынау автоматизированный автоматты автодромды ашты да, емтиханды сонымен бітіретін болды. Мысалы, мектепке келген оқушы маған жол үстінде айдау керек емес дейді. Неге десеңіз, оған емтихан тапсырып куәлікті алу керек. Сол үшін анау 5-6 жаттығуды үйретіңіз, маған басқа ештеңе керек жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Үкіметтің өзі жаңағы немқұрайлы қарап отыр мынау жүргізуші мамандығына. Одан кейін жаңағы
жүргүші маман алам деп жатқандарды жүргүшілердің өздерін де немқұрайлыққа үйретіп жатырмыз. Сол үшін бұл автоматтандырған автодромнан бас тарту керек. Бұл біздің бюджетімізге халықтың қалтасынан шығып жатқан ақша. Оның барлығын жаңа содержаниясы бар. Машиналардың бәрі жаңа арендада. Сол үшін мынау жол қауіпсіздігіне үкіметіміз оңтайлы қарап, бір комплексный бір программа жүйе жасап шығару керек. Жалғыз мынау штрафтан, айыппұлдан ешқандай пайда болмайтын көріп отырмыз. Мысалы тағы айтайын дегенім, мынау алдын ала деген бар ғой, мынау профилактикалық мәселе. Бұрын соңды болып келген осы 95-96 жылға дейін біздің мемлекетте де, біздің елде де болған. Ал қазір дүние жүзі бойынша бір 60-тан аса дамыған мемлекеттерде әр 3 жыл сайын, кейбір мемлекетте 5 жыл сайын барлық жүргізушілер жаңағы автомектепке барып, қайталап жаңағы сабақ өтеді. Жол ережелері өзгеріп жатыр жылдан жылға. Жаңа жол белгілері, жаңа жолақтары, жаңа заңдар шығып жатыр. Одан біздің жүргізушілер бейхабар. Анау айтты, мынау айтты дегеннен ғана біледі. Сол үшін дүние жүзіндегі практика алдын ала оқытады. Мысалы, балабақшаның мынау тәрбиешілері, мынау құзырлы органдар болсын, правоохранительный органдар болсын, ұстаздар, мұғалімдер, доғдырлар болсын, барлық маман әр 1 жыл сайын, 5 жыл, 3 жыл сайын бір жаңа повышение квалификацияға барады, жаңағы семинарға өтеді, қосымша сабақтар беріледі. Ал олардың бәрі бұлай айтқанда кабинеттің работниктер, ешқандай қауіпсіз жоқ дегенмен де қайталайды. Ал мынау жол үстінде көлікті жүргізіп келе жатқан маман ешқандай қайталы. Мысалы 20-30 жыл бұрын жол куәлігін алған адам осы 20 жылда қаншама өзгерістер бар, одан бейхабар. Бұлай жаңағы 60-тан аса мынау дамыған мемлекеттер оқытады. Біріншіден такси, жолаушылар таситын автобустарды, мынау үлкен грузовой автонелерді олар міндетті түрде әр 3 жыл сайын. Ал жай жүргізушілерді әр 5 жыл сайын оқытады. Ол деген мынау іс-шараны, жаңағы жол апатын алдын ала алудың маңызы болып табылады. Енді тағы да айтайын дегенім, осы автомектептерді қолдап, қазір айтып жатыр бұлай, автомектептер кінәлі дейді, лицензиялау керек дейді, тағы да айтып жатырмыз ғой. Бірақ автомектепке ешқандай үкімет жағынан көмек көрсетіліп жатқан жоқ. Қайта автомектептерді жабуға тырысып жатыр. Қазір мынау АИС деген шықты, автоматизированная информационная система деп. Барлық оқушылар, барлық автошколаның жаңағы көліктері, ұстаздары барлығы сол базаға тіркеледі. Ол дұрыс, бірақ ол қазір жекеменшіктің қолына беріліп отыр. Ішкі істер министрлігінде де дәл сондай автоматтандырылған жаңағы информационный система бар. Ішкі істер министрлігінде осы оқушылар тіркейтін, мектептер тіркейтін, бірақ олар жаңа жекеменшікке беріп қойып отыр. Ал жекеменшіктің өзінің жаңағы мүддесі бар. Олардың да автомектептері бар. Сол сияқты қазіргі соңғы кезде тағы айтылып жатыр. Мынау лицензиялаған кезде кіші мектептер жабылады, үлкен мектептер қалады деп. Кіші мектептерді жабу керек деп жатыр. Бірақ қазір кіші мектептердің былай айтқанда сапасы үлкен мектептерге қарағанда жақсы десе де болады. Неге десеңіз, қазір бір группаға 12-15 адамға ғана тіркейді бір көлікпенен. Бірақ сол 15 адамды, 12 адамды сапалы оқытуға тырысады.
Ал үлкен мектептер жүздеп мыңдап тіркеліп жатыр. Көліктерде жоқтар бар. Оны жаңағы автоматизированный информационный система бақылап отырған жоқ. Сондай нәрселер бар енді. Бірақ тағы да түбегейлі айтатын, автомектептерді кінәламай, оларға мен ішкі істер министрлігі бірге отырып, осындай үкіметіміз жаңағы жол апатын азайтудың қамын ойлау керек шығар. Енді тағы да кешеде айтылып жатыр, мынау жолда камералар қойылып жатыр. Ол дұрыс. Мынандай орысша айтқанда предупреждающий дорожный знаки, жол белгілері бар. Информационно-указательный деген жол белгілері бар. Жаңағы предупреждающий жол белгілерінің 6 жол белгісі бар. Анау вне населенного пункта олар қайталанады. 2-3 рет қойылады. Анау жүргізушінің көңілін көрсету үшін. Бірінші бір жол белгісін өтіп кетсе, екіншісінен жаңағы қарап, кішкене алда осындай объект бар, алда осындай көпір бар деген сияқты. Сол сияқты мынау жаңағы фиксация дейміз ғой, камера бар деген жол белгісін қазір үкіметіміз, депутаттар айтып жатыр, алып тастау керек деп. Сонда не келе жатып, 100-110 мен келе жатып, жаңағы неде камераға түсу керек па? Сонда біздің үкіметіміз жүргізушілерді камераға түсіру амалы ма? Одан да сол 6 жол белгісіне 7-ші қылып, осы жол камераларында 500 метр, 300 метр, 100 метрге дейін деп 3-4 рет қайталап қою керек шығар. Сонда жүргізуші де алдын ала 500 метр жол белгісін көргеннен кейін кішкене ыңғайлы мынау жаңағы жылдамдығын азайтады ғой. Ал бізге бар мәселені жаңағы айыппұлға әкеліп отырмыз. Осындай мәселелерді мысалы жаңағы көлік айтып отырмыз ғой. Көлікте жаңағы ескі машиналар жаңағы LED деген лампочкалар қойып жатыр, ксенон қойып жатыр. Неге? Олар ескі машиналар қойып жатыр. Жаңа машинаның жарығы жақсы, көзді ауыртпайды. Ал ескі машиналарда жаңағы ескі жарық шағымен келсе, олардың өздері бұлай айтқанда напряженно отырады. Жол жөнді көрінбейді. Содан кейін жаңағы ксенонды қояды. Ал оны қазір алдыртып жатыр. Оны алдыртқаннан қандай пайда болады? Дұрыс, жаңағы жол ортасында жаңағыдай жаңағы нелерді қою керек, светоотражающийді. Ол бір. Екіншіден машиналар жаңарту керек. Одан басқа ештеме керек жоқ. Қазіргі автомектептің оқушыларына емтихан тапсыру болды. Ол айналдырған жаңа 5-6 жаттығумен тиылып отыр. Сол үшін мен айтарым, ұсынысым, біздің талабымыз үкімет жағынан мынау әр аудан орталығында емтихан қабылдайтын орталықтарды ашу керек. Теориялық емтиханды да, практикалық емтиханды. Мынау автоматтандырылған автодромнан бас тартып, жол бойында мынау мировой практикаға байланысты жол бойында емтиханды қабылдау керек. Автоматтандырған автодром ғылыми түрде дәлелденген жүргізушінің жаңағы қабілетін біле алмайды. Жүргізушінің қабілетін есептей алмайтын дүние жүзі білет. Сол үшін мынау жаңағыдай жол үстінде қабылданады. Соған біз ауысып, елге, халыққа қолайлы жағдай жасауымыз керек. Қазір әсіресе ауылды жерде мынау көліксіз бір үйдің ісі бітпейді. Оны көріп отырмыз. Бірақ та соған қолайлы жағдай, ауданның тұрғындарына қолайлы жағдай жасау керек. Мұнда қазіргі мынау аудан орталықтарына, ана қалада, мынау қалаға адамдарды, қазақ елін қаңғытып қойған дұрыс емес. Тағы да бір айтайын деген бір мәселе, осы былтырдан бастап мынау ішкі істер
жаңағы мекемесі, құзырлы орган жаңағы бронирование дегенді шығарды. Бронирование. Мынау онлайн бронирование. Жаңағы бұрын телевизордан талайлар көрдік қой. Жаңағы Түркістанда да болды, Шымкентте де болды, Алматыда, Ақтөбеде, бар жерде болды. Жаңағы жүздеген адам жаңағы очередь отырып, жаңағы ашылғаны күтіп, жаңа блогерлерді, журналистерді жаңағы очередьтер көрсетіп отыр. Соғаны көрсетпеу үшін жаңағы құзырлы орган жаңағы бұрындауды ойлап шығарды. Ол жақсы. Үйде отырып, өзің уақытында, сағатында Қазақстанның любой жеріне, Шымкентте отырып, Астанаға қонақ келіп қалдыңыз ба? Астанадан ғана емтихан тапсырып кетуге болады. Жаңа алдын ала броньмен. Ал енді ол жаңағы очередьті елді жаңағы көзбояушылық. Жаңа журналист, блогерлер жаңағы халықтың жиналғанын көрсетпеу үшін жаңа броньді шығарды. Ал бірақ та емтихан тапсыратын мекеме сол біреу ғана, облыс орталығында. Енді бүгін жаңағы мектепті бітірген оқушы емтиханға жазылайын десе 4 ай күту керек. 5 айға кетіп барады қазір. Ең азы басында бастаған 2-3 ай еді, 2 айдан жақыны жоқ. Қазір 5 айға кетіп барады. Ол не деген? Мектепті биыл бітіреді, емтиханға 4-5 айдан кейін бару керек. Көрдіңіз бе? Бұл да деген не ол? Өкіметімізді, президентімізді, депутаттарымызды көзбояушылықпен алдап жатқан нәрсе. Жаңағы кезек жоқ, барлығы оңтайлы, жаңағы бронировать етеді, үйінен отырып келеді, тапсырады деп жаңағы беріп жатқан мәлімет көзбояушылық болып отыр. Ал дегенмен де бұл мәселе өте күрделі. Біздің 20 миллион халқымызға, еліміздегі, оның ішінде қанша миллион жаңағы кәмелеттік жаста жаңағы жүргізушілер дейміз. Сол үшін оларға қолайлы жағдай жасау керек. Ол да осы Қазақстанның халқы. Енді тағы бір айтайын дегеніміз, броньнан бұрын тағы да ойым келетті, не қып кетіп отыр. Осындай мәселелер көп. Осыны тағы сұрақ болса айтайын. Мынау біраз уақыт айттыңыз, енді ойыңыздағын бәрін. Енді тағы да бұған алып қосарыңыз бар ма? Әлі ары қарай енді мен сізге қазір енді бүкіл нәрсені баяндап айтып қойдыңыз. Мысалға да мен сұрақ жоқ мына жерде. Қазір сізге енді автодронды алып тастау керек деп жатсыз, мысалға да. Емтихан тапсыру керек деп жатсыз. Дұрыс, енді әрбір жол ережесінің қауіпсіздігі үшін деп жатсыз. Не істейсіз? Тағы да ары қарай алып қосарыңыз бар ма, әлде осымен тәмамдаймыз ба? Енді осымен тамамдауға да болатын шығар. Тағы да айтарым, осы жүргізушілерге жаңа күрделі маман болған соң, бұларды жаңағыдай үкімет жағынан қатан қадағалау керек. Но дегенмен де жол жүргізуші куәлігін беріп жатқан, емтихан қабылдап жатқан мекемеге көзқарасты өзгерту керек. Тағы да айтарым, мынау орысша половинчатый болып жатыр ғой. Барлық дүние жүзінде мемлекеттер, жаңа автоматизированный автодром бар мемлекеттер, екінші этаппен жол үстінде қабылдайды. Көрдіңіз бе? Ол жердің оқушылары да, автомектептері де дайындалады. Жолда емтихан тапсырамын деп. А біздікілер жаңа автоматизированный автодроммен шектеді де қойды. Енді біздің не айтады біздің оқушылар? Соны тапсырсам болды, соны үйретсем болды дейді. Ал жол үстінде не болатын бір Құдай біледі. Көрдіңіз бе? Сол үшін соны бір қадағалау керек. Тағы да мынандай мәселе болып тұр. Кейбір ойын жинақтарсыз. Мысалы, құзырлы орган деп отырмыз, дүние жүзінде практикада
мынау өкіметтің бюджетіне автоматтандырылған емес, жай автодромдар орнатылған. Аудан орталықтарында, облыс орталықтарында. Емтихан тапсыру үшін емес, оқытып үйрену үшін. Мысалы, біздің ішкі істер министрлігі өкімет тарапынан осындай бір ұсыныс жасаса, коммунальный собственностьті әр қалада, әр аудан орталығында автодром ашу. 3-4-5 гектар жерге жаңа асфальтовый жолын салып, светофор, жол белгілерін қойып, ол коммунальный собственностьті болсын, даже без приватизации. Сонда жаңағы қала бойынша автомектептер келісім бойынша сол автодромда да оқытып үйрететін еді. Правасы алып, бірақ жаңағы әлі қатты үйренбегендер келіп үйренер еді. Мысалы, жаңағы автомектептерге жаңа лицензиялаймыз дейді. Сонда бір талаптары міндетті түрде әр автодромда, әр автомектепте автодром болу керек. Болмаса, жаңа арендаға алу керек деген бар. Сосын жаңағы әр мектепте жаңағыдай устройство дейміз ғой. Машинаның жаңағы моторы, дөңгелектері разрезе болу керек дейді. Бұның барлығы ескі сонау 70-ші жылдан келе жатқан программа. Оған әлі талай өзгеріс жасау керек. Сол сияқты, мысалы, автодромды жаңағы мынау осыдан 10 шақты жыл бұрын штрафстоянка дейміз ғой, мынау айыппұл тұрақтары бар ғой. Солар жекеменшік еді. Соны өкімет өзінің құзырына алды. ЖКХ-ға беріп, коммунальный собственностьті жаңа айыппұл стоянкалары бар. Өкімет өзі соған қарайды, өкімет жаңаға айыппұлын сол жер өкіметке төлейді. Сол сияқты осындай автодром ашылса, қайта жақсы болар еді. Өкімет жағынан осында күтеміз осындайды. Тағы да бір жаңа лицензиялау кезінде жаңағы талаптар көп. Автомектепте машина болу керек, жаңағы автодром болу керек, жаңағы квадратный метр осынша жаңағы класс болу керек дейміз. Ол классы тағы 30 бала отыратын класс болу керек дейміз, сынып жаңағы. Бірақ қазір бір группада 12 адам дайындаймыз. Одан артық дайындауға болмайды. Көлік жетіспейді мысалы. Онда класста аздау болу керек. Мен бұны айтайын деп отырғаным, осы талаптар бар. Жаңағыдай 280 сағаттық жаңа программа бар. Оны да қарау керек. Бірақ енді осы программаның бәрі құзырлы мекемемен бекітілген. Қанша сағат оқу керек, қанша сағат отыру керек деген, қанша сағат практикалық жүру керек деген бәрі бекітілген. Бірақ та жаңағы сол инструктордың, жүргізушіні үйрететін мұғалімнің сағат айлығы бекітілмеген. Сонда қазір кейбір мектептер 15 мыңнан дайындап жатыр. 30 мыңнан. Ең жоғары дегендер 100 мыңға енді шықты. 100 мыңға енді шықты. Бірақ олар да жаңағы мұғалімнің айлығы, жаңағы көлік алу деген мәселе, автодромды содержать ету деген мәселе өте шығынға батырады. Сол үшін өкімет егер жаңағы сағатын қанша сағат екен бекітілді, бірақ сол бір сағатта мұғалімге қанша төлейтін калькуляциясын бекіту керек. Былай айтқанда минимальный ең аз несін бекітіп берсе, одан кейін ар автомектеп өзінің тұрған жеріне байланысты, аренда ма, жекеменшік па, соған рентабельностін қосып, бағасын ары жоғарылатыр еді. Кешеде осы 24 КЗ-да телехабарда айтып жатыр. Осы шетелдің бәрін көрсетіп жатыр, жаңа ішкі істер министрінің өзі. Германияда 4000 евродан оқуға қалған жері ең азы 1000 евродан төмен оқытайтын автомектепте
оқытатын мемлекет жоқ. Мына Ресейдің өзі ең кемінде $1000 жоғары басталады. Бізде жаңа 30-40 мың теңге болып тұр. Сонда тағы да сапасын қарау керек дейміз. Тағы ішкі істер министрлігі айтып жатыр, автомектептердің берде мұғалім жетіспейді дейді. Мұғалім Құдайға шүкір жетеді. Бірақ мұғалімнің айлығы болмаған соң келмей отырған. Сол үшін осы жағында өкімет тарапынан қарау керек. Мысалы, мынау автомобильді сақтандыру деген барлығы өкімет қойып берді ғой. Сол сияқты бұл жерде де сабақтың сағаты белгіленген соң, оның бағасы да белгіленуге тиіс деп ойлаймыз. Осындай мәселелерді өкіметке ұсынып отырмыз. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі. Сау саламат болыңыздар.